Баршаңызға сәлем. Бүгін біз пиготи дайындаймыз. Ең алдымен електен өткізген ұнымызға ашытқымызды саламыз. Сосын суымызға тұзды салып, араластырып, ұнымызға құя отырып жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болған соң өсімдік майын құйып жіберіп, тағы да 1-2 рет илеп жібереміз де, бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қалдырамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Тартылған етімізді видеодағыдай ұра отырып араластырамыз. Сонда етіміз жұмсақ әрі жабыспай піседі. Етімізді араластырып болған соң ұсақ туралған пиязымызды саламыз. Сосын орам жапырағымызға тұз салып, мышқылап араластырамыз да оны да ыдысымызға саламыз. Сосын татымына қарай тұз, қара бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Соңында тағы да өсімдік майын құйып жібереміз де оны да араластырамыз. Қамырымыз ашығаннан кейін оны бөліктерге бөліп домалақтаймыз. Сосын қамыр жайып, видеодағыдай түйеміз. Немесе өз қалауларыңызша түйсеңіздер де болады. Сосын барлығын мантаваркіге салып, 30-35 минут пісіріп аламыз. Осымен пиготиміз дайын. Жасап көріңіздер, оңай әрі тез. Ас болсын.